жұмыс бар сияқты, осыған барып көрейін. Емес пе, сіз осы жақтың бастығысыз ба? Иә, осы жақтың бастығы мен болам. Не болып қалды, айта бер. Мен осы жаққа жұмысқа тұрайын деп едім. Не, сен жұмысқа тұрасың ба? Жоқ, болмайды, сен кішкентайсың, болмайды. Жоқ, мен жасай аламын барлық жұмысты. Бұл қандай жұмыс? Ой, ана доңыз, қой, сиыр, солар андай шат, соны тазалайсың. Тезек жинайын ба? Иә, тезек жинайсың. Онда мен ондай жұмысты жасай аламын. Маған беріңізші өтініш. Осы жұмысты мен андай істесем болады ма? Осы жаққа жұмысқа тұрсам болады ма? Жарайды, тұрғын келсе тұра бер. Айына 50 мың табасың. Ой, 60 мың дегенде 60 мың табасың. Онда күшті емес па? Жарайды, мен осыған тұрам. Короче, жұмысың былай, мына жақта тұрған сиырлардың нандай боқтарын күрекпен тазалап алып, мусорға тастайсың. Ал одан кейін оны келіп сауады біреулер. Сол міне сүтті салып кеткен уже осылай. Осы сүтті ана жаққа алып барып бересің. Сол жаққа алып беріп отырасың, сосын аяқ тазалап отырасың. И оларға жем, шөп, суларын бәрін беріп отырасың, түсінің бе? Иә, түсінікті. Онда жұмысын жасай бер, сәттілік. 60 мың теңгені жұмысын дұрыстап атқар. Жарайды, сау бол. Айтпақшы, бастықсыз сен бірден кеш сұрасам болады ма? Әрине сұрай бер. Мен қаншадан қаншаға дейін істеймін? Таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін жасайсың ғой? Жақсы, жарайды. Таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін, жарайды. Айтпақшы, андай сен қайтқан кезде, жұмыстан қайтқан кезінде сиырдан ба, қойдан ба сүт сауып алып, үйіне алып кетсең болады. Бесплатно бере аламын. Олар бәрібір сүт бере береді, сен алып кетсең болады. Шын ба, рахмет. Жарайды, онда уже сағат кешкі 8 болып қалды, үйіне бара берсең болады. Ана сиырдан сауып алып, бүгін ана қойды аз жода. Жарайды, рахмет. Иә. Қандай күшті, мен сиырдан осындай күшті сауып алдым. Енді осына үйге алып барамын. Бүгінгі тамақ осы болады. Қазір мен ана кімге қатты татыге барайын. Сол қатты татыде кім жұмыс істейді ғой? Кәусар тоже 8-ге жасаймын деген. Кәусар екеуміз бірге қайтамыз. Ал кім еді? Ал Жанат пен Айжан бірге қайтады. Жарайды, мен қайтайын. Ана ыдыстарды әрең жуып біттім ғой. Саған шынымен де қиын, қолының бәрі ауырып кетті. Кешкі 8 болды. Енді киімді ауыстырып үйге қайтпасам. Немене, мейрамхана тынышталып қалған ба? Барлық тұрда ешкім жоқ қой, қарап келейінші жан жақты. Мына жақта аспазшылар да, даже бастық та кетіп қалған ба? Сонда бұл мейрамханада мен ғана қалғанмын ба? Саған. Онда маған бір арамдық келіп тұр ойыма. Наяқтан кішкене заттарды ұрлап қашайын. Не алып қашсам болады? Осы балықтарды алып кетейін. Осы нормально. Ешкім көрмей тұрғанда тез кетіп қалу керек. Кеттім. Ойбай, кім сен? Қайдан жүрсің аяқтан? Кім? Атың кім еді сенің? Жанат, сенсің ба точно? Иә, менмін. Мен сені бастық деп шошып кеттім ғой. Қолымда бір қорап банкі деппін ғой, бір қорап балық. Қайда кетіп баратсың? Алып қашып баратырмын. Ана аяқта ешкім жоқ, мына аяқта бастықта кетіп қалған даже. Жұмыс таптың ба? Иә, таптым, оны үйге барған соң айтам. Жарайды, болып кеттік, бірге қайтайық. Біз енді үйге келдік. Ана Мержан мен Аяжан екеулері баяғыда келіп алып, үйде отырған шығар. Иә. Саған ана кіммен Жанат пен Кәусар келген шығар. Мен қазір есікті ашып келейін. Бұл кім? Біз ғой Жанат пен Кәусар. Сендер ма? Мінекей, кіріңдер.
Я ойбай, ой, мә саған күшті ойнауым барлығы. Кеттік дастарханға отыра. Мә сонымен барлықтарың бүгін тамақ алып келген сияқтысыңдар ғой. Я, барлығымыз алып келдік. Мә сен кім? Жаңа сен таптың ба жұмыс? Я, мен таптым ана қой, сиырлардың боғын тазалайтын, тезек тазалайтын болдым, короче. Сондай жұмыс ба? Қандай? Ол қанша айына? Айына 60 мың. Мә күшті ғой. Ал бүгін сосын сендер не әкелдіңдер? Енді мен андай қатты деп барлығы кет қалды. Мен только мейрамханада мен ғана қалдым да, одан кейін осы балықтарды ұрлап кеттім. Мә ұрлап кеттің ба? Біліп қоймай ма? Жоқ, білмейді, бәрібір оны ешкім естілмейді. Ал сен өзің не келдің? Ал мен болсам, білесіңдер ғой, мен тәтті сататын жерде жұмыс істейтінімді, сол үшін мен барлығымызға бір кекс алып келдім. Мә күшті ғой. Ал сен ше, Мержан? Ал мен болсам андай осындай жеміс-жидектер алып келдім. Оны маған ағай берді. Өзі берді. Сол жақта күнде жеміс-жидектер толып тұрады екен, соны маған берді біреуін. Ал сен ше, Жанат? Мен болсам сүт алып келдім. Енді мен күнде сүт алып келетін шығармын, өйткені қой, сиырларды сауып, үйіңе андай сүт алып кетсең болады деді маған. Мә шын ба, онда күшті ғой. Ал давайте сендер дастарханнан тұра беріңдер. Мен өзім бір тамақ па бірдеңе жасап жіберейін, сосын дайын болғанда сендерді шақырамын. Жарайды онда. Жарайды, өзің жасай бер. Қыздар, олдар тамақ пісті, келіңдер. Вот пісті ма? Я. Келіңдер, отырыңдар. Кстати, мен мынаққа көршіден тамақ деп осындай сұрап алдым. Духовкаға салатын ше. Сонда сұрап алдым. Біз екеуміз осыны жейміз. Ал сендер бір спагетти жеңдер. Одан кейін кексті тамақтан кейін жейміз. Әйтпесе тамақпен араласып кетсе болмайды. Мен осыны жеймін, ал сен осыны жасайсың. Мә сен осындай тамақ жасай аласың ба? Мен білмеппін. Я, мен де білмеппін. Я, жасай аламын ғой, сендер білмейсіңдер ма не? Я, онда бәріміз бірге жейік. Я, қандай күшті дәмді болып шыққан. Қазірнен алған заттарының барлығын ана көршіге қайтадан қайтарып беру керек. Әйтпесе ол ренжиді ғой. Немене ала береді менің заттарымды деп. Жарайды, болды, енді тезірек кекстарымды алып келейін. Енді мен күнде тәтті әкеліп беретін шығармын сендерге, өйткені мен өзім де сондай тәтті сататын жерде жұмыс істеймін. Ал мен может әкелмеймін, өйткені ешкім жоқ болған кезінде барлығын ұрлай берем ғой. Мә қандай күшті, суғы күшті. Өзіміз ғана өмір сүріп жатырмыз сол. Сол енді. Бұл кім? Мен ғой көрші. Сен ба? Мінекей саған осындайлар алып келдім. Бұлар андай не ғой? Короче, мен осындай заттар алдым ғой сенен, соларды саған қайтарып тұрмын. Сол, короче, рахмет өте көп. Біз осының арқасында күшті тамақтар жасап жеп алдық. Рахмет өте көп. Жоқ, бұл тоқасы жоқ, жарайды онда. Сол бол. Сол бол.